Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазіргі таңда мастер-класстарда хит болып жатқан тюльпан самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шығады және де дастархандарыңыздың сәнін келтіретініне сенімдімін. Менімен бірге жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Менде осындай дүкеннің қатпарлы қамыры, яғни слоеное тесто. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Барлығын бірнеше бөліктерге бөлгеннен кейін осылай домалақтап қойып шығамыз. Енді салмасын дайындауға кірісеміз. Менде бұл жерде туралған тауық еті және картошка, пияз және де дәміне қарай тұз бұрышын қолдандым. Өздеріңізге ұнайтын салманы қолдана берсеңіздер болады. Осылай барлығын турап алдым. Енді азғантай майға қуырып алатын боламыз. Қамырды домалақ етіп жайып шығып, енді пышақтың көмегімен бір жақ шетін кішкене ғана кесіп, жанына бір жақ шетіне салмамызды салып, осы видеода көрсетілгендей орап шығамыз. Бізде осындай үшбұрыш тәріздес болып шығады және де астыңғы бөлігін осылайынан жабыстырып шығамыз. Міндетті түрде жақсылап жабыстырып шығыңыздар, ашылып қалмауы үшін. Бізде осындай әдемі тюльпандар шығады. Дайын болған самсаларымызды осылай пергамент қағазына орналастырып, үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, қалауларыңызша мак немесе кунжут сепсеңіздер болады. Дайын болған самсаларымызды алдын ала қыздырылған 180 градус пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Біздің самсаларымыз дайын, өте ерекше, өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.